Сұмдық жағдай. Ақтауда карате жаттықтырушысы 5 жастағы шәкіртін зорлаған. Кішкентай спортшы қыздың апасы жиенін каратеден жаттықтырушысы жыныстық қатынасқа түсіп келгенін айтты. Бұл туралы Не молчи қоры өзінің инстаграмдағы парақшасында жазған. Қызының соңғы кездері дел-сал болып жүргенін байқаған анасы мән-жайды білмек болып өзінен сұрайды. Сұмдық жағдайды білген ол қорға хабарласып көмек сұраған. Анасының айтуынша 19 жастағы карате жаттықтырушысы қызын бүгінгі күнге дейін бірнеше рет зорлаған. Жаттықтырушы қызға бұл туралы ата-анасына айтпау керегін үйретіп, мұның өзара құпия екенін ескерткен. Кішкентай қыз жаттықтырушысының айтқанын бұлжытпай орындаған. Қыз бала карате үйірмесіне 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап баратын көрінеді. Ата-анасының айтуынша бұл жағдай соңғы 3-4 ай бойы жалғасып келген. 5 жастағы қызды зорлады деп айыпталып отырған жігіт 2021 жылдан бастап балаларды жаттықтырумен айналысады. Сондай-ақ ол Ашихара каратеден әлем чемпионы. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124 бабының 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізімінде тіркелді. Қазір күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Қалған мәліметтер тергеу мүддесі үшін жария етілмеді. Ағымдағы жылдың 3 қыркүйегінде Ақтау қаласының полиция басқармасына қала тұрғын жас қызына азғындық әрекеттер жасаған азаматқа қатысты шара қолдану туралы өтініш білдірді. Аталған факті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне үшін жария етілмейді.